Әлқиса әйгілі тарихи жазбагер Шарафудиннің кітабында бұл оқиға 1365 жылы болған көрінеді. Сол кезде Әмір Темір әскерімен Моңғолстанға жорыққа бара жатып, осы біздің Шымқалаға ат басын тірегендей. Ата, сонда атының басы ағашқа тіреліп қалған ба? Жоқ, ешқайда тірелмеген. Жай ғана тоқтағанда. Дұрыс бопты. Әйтпесе атқа обал болар еді ғой. Сонымен Әмір Темір жанындағы тарихшы жазбагерден бұл қай шаһар Шарафудин yazды деп сұрапты. Әміршім, бұл шаһар Шымқала деп аталады. Жері шұрайлы, топырағы құнарлы, халқы еңбекқор. Салықтарында уақытылы төлеп тұрады. Жібек жолы бойындағы сауда керуендері осы шаһардан өтеді. Олай болса, анау өзеннің бойына шатырымды тігіңдер. Осында дамылдап, ертең жолға шығамыз. Бұл Қошқарата өзені. Суы шипалы, бойға қуат дертке ем болады. Құмыра ата, Қошқарата өзені расында да шипалы ма? Ал Қошқарата деген ата кім болған сонда? Бұл туралы мен сендерге ертең айтып берейін. Ал қазір мен шаршадым. Сендер бара қойыңдар. Қошқарата өзені сонау тау басындағы су сөнгеннен бастау алады дейді. Мен кішкене мызғып алмасам. Ең қызық жеріне келгенде ылғи да осылай ұйықтап қаласыз. Ұйықтап қалды, шіркет. Ұйқым келер емес. Тау басындағы су сүнгенге барып, өз көзімізбен көрсек қой шіркін. Ол үшін бізге ұшақ керек. Әне, анау сияқты. Ал ол ұшақпен біз ұшады алмаймыз ғой. Неге ұша алмаймыз? Ұшамыз, ұшқанда қандай. Айналамыз аппақ бұлттар, төменде жер көрініп тұрады. Ал мен ұшқыш боламын. Біз ұшып келеміз, Аружан. Әне, ана төмендегі тауларды көрдің бе? Көріп тұрмын. Тау басындағы ағарып жатқан не екен? Естідің бе? Қар дейді. Ал онда ұшақ қонатын жерлер бар ма екен? Бар дейді. Ал енді жақсылап ұстап отыр. Қазір қонамыз. Қондық. Ой, тоқтадық. Қандай керемет. Кәне, Аружан, түсейік. Оп. Ой, неткен керемет. Мына бір қарға соңымыздан еріп қалмады ғой. Күш! Ертегілерде қарға мыстан болады. Қайдағы ертегі, қайдағы мыстан? Бұл жай әшейін қарға ғой. Әне, ана үңгірді көрдің бе? Жүр сонда барайық. Мен бармаймын. Қорқамын. Неден қорқасың? Ол аюдың немесе қасқырдың апаны болса ше. Жүр, қорқпа. Менде қару бар. Әне, кеттік. Қарға бізге жол көрсетіп жатыр. Тоқташы, мен кітаптан оқығанмын. Тау басында қара адамы болады. Осындай өңгірде өмір сүреді екен. Не?
қандай адам? Әне, естідің ғой, қар адамы. Ой, қойшы, қар адамы Гималай, Памир тауларында болуы мүмкін. Бізде ол күнге күйіп, қара адам болып кетеді. Жүр, менде қолшам бар. Ал сен қар адамның қандай болатынын білесің бе өзің? Ол ма? Ол ақ болады. Үсті басы аппақ. Қарда жалаң аяқ жүре береді екен. Оны етті деп атайды. Тоқта, анда ақ адам жүр. Қорқытпашы мені. Онсыз да қорқып келе жатырмын. Тыныш. Ол қар адам емес, ақ шапан киген ата. Онда таяғы бар. Мүмкін қой бағып жүрген болар. Ата! Қыздарым, келдіңдер бі? Мен сендерді күтіп отырмын. Амансыз ба, ата? Аман, Сіз балалар. бізді күттіңіз бе? Әрине. Қалайсыңдар? Сендер туралы хабарды маған самал жел жеткізді. Сылдыра баққан бұлақ айтты. Міне мынау қарғада өздеріңді маған ертіп келді. Ал сіз кім боласыз, ата? Бас киіміңізде ерекше екен. Қошқардың мүйізінде иіліп тұр. Сен өз сұрағыңа өзің жауап бердің, қызым. Мен Қошқар ата боламын. Қошқар ата? Иә. Қошқар ата, біз Қошқар мен Теке деген мультфильмді жақсы көреміз. Кешіріңіз, біздің қалада Қошқар ата деген өзен бар. Суы шипалы, өзі мөп-мөлдір. Және біз естіген аңызда Қошқар ата өзені осы сусінгеннен бастау алады дейді. Сол рас па, ата? Иә. Тағы бір естігеніміз, Шымкенттегі Қошқар ата өзеніне атақты Әмір Темір де келген дейді. Аңыз түбі ақиқат деген қыздар. Оған қазір өздерің көз жеткізсеңдер болады. Қане, бері жақындаңдар. Ал енді отырыңдар. Мына қайық сендерді көне шаһар Шымқалаға жеткізеді. Сол жерден Әмір Темірді де өз көздеріңмен көресіңдер. Ал тәуекел түбі жел қайық жүзесің де өтесің. Батыл болсаң әрқашан мақсатыңа жетесің. Әумин. Әумин. Жолдарың болсын. Аружан, анда бір кісі тұр. Саламатсыз ба, ағай? Амансыз ба? Өу, сендер қайдан келіндір мұнда? Менің күзетшілерім қалай өткіз сендерді? Қане, айтыңдар. Біз қайықпен жүзіп келдік. Қайықтарың қайда? Білмейм, жаңа ғана осында еді. Кешіріңіз, біз алдымен ұшақпен тау басына бардық. Содан соң қайықпен осында келдік. Иә. Ұшақпен? Ол не нәрсе? Ұшақ ұшады, қанаты бар. Ұшақ самолет, ол темір. Ақсақ темір деңдер. Сонда сендер қанаты бар самұрық құспен ұшып келдіңдер ме? Жоқ, сонда сіз ұшақты білмейсіз бе? Шарафадин язда. Иә, Әміршім. Ал мынау кішкентай қыздар кімдер? Бұлар мені мазақ етіп күліп тұр. Ұшатын қанатты темір құспен ұшып келдік дейді. О заманда бұл заман темірдің аспанда ұшқанын кім көріпті? Иә, ұшатын кілем туралы шығыс ертегілерінде жазылған. Мүмкін бұлар сиқыршы ма екен? Сендердің алдарында кім тұрғанын білемісіңдер? Әмір Темірге өтірік айтқандарың үшін
жауапқа тартыласыңдар. Жоқ, біз өтірік айтқан жоқпыз. Дәлел қажет болса, қазір міне. Құдайдың құдіреті. Табиғатты қалай дәл бейнелеген. Бұл шебер суретшіні қалайда алдыруымыз керек, әміршім? Бұл сурет салынбаған, түсірілген. Міне, бұлай. Не істеп жатыр? Ал көріңіздер. Үй, мынау сен ғой, Шарафеддин Язды. Ал мынау тура сіз. Айнымайсыз тіпті. Сақалыңыз да, дулығаңыз да. Ғажап, бір сәтте. Ей, сен мұнда қорып тұрған сияқтысың ғой. Тіпті көзің бақырайып кетіпті. Сіздермен бірге суретке түссек бола ма? Болады әрине.